бірінші сыныптан бастап балалар осы цифрлық қоғамға ене бастайды. Ол тек қана информатика пәні емес, басқа пәндердің мазмұнында да осы компьютерлік білімдері қажет болады. Предмет очень ресурсозависим. Он постоянно меняется, появляются новые знания, новое программное обеспечение. И мы не можем давать детям то, что уже не актуально сегодня на рынке. Қазіргі таңда цифрлық сауаттылық деп оқытылып жатыр. Алайда қазір өзгерісті талап етеді. Яғни информатика атауын қайтып алып келу бастауыш сыныптан бастап. Робототехника бірінші сыныптан бастап оқылатын. Қазіргі таңда біз екінші сыныптан бастап оқуды ұсынып отырмыз. Бірінші сыныптан тек қана программалаудың элементтері ойын түрінде енгізілетін болады. Робототехника жалпы программалау тілдердің барлығы бірінші 6-шы сыныптың арасында блоктық программалауды оқиды. Одан ары қарай 7-ші 10-шы сыныптың арасында кодтап оқыту қолданылады. Ал 11-ші сыныпта жалпы мамандыққа кәсіби бағыттау бағытында оқытылатын болады. Күнделікті компьютерді қолдану ол барлық пәнде іске асырылады. Ал информатиканың ерекшелігі есептік ойлау. Біз балаларды кодтауға, программа жазуға үйретуіміз керек. Бұл информатика пәнінің негізгі артықшылығы болып табылады.